Сәлем, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тауықтың төс етінен стрипті жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, және комментарийға мені қолдап кетіңіздер. Сол кезде мен сіздерге өте көп тәтті рецептер шығаратын боламын. Ең бірінші біз тауықтың етін осындай ұзыншалау етіп турап аламыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болу керек. Енді оның үстіне тұз саламыз, паприка саламыз, сосын қара бұрыш қосамыз. Сіздер тағы да қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады, егер аштын жақсы көрсеңіздер. Енді араластырамыз. Мінекей достар, мен жақсылап араластырып алдым. Енді біз тауықтарымызды ең бірінші ұнға аунатып аламыз. Сосын жұмыртқаға, сосын панировочный сухарыға аунатамыз. Достар, менде панировочный сухари осындай арнайы тауыққа арналған. Сіздер кез келген панировочный сухари ала берсеңіздер болады. Өйстіп, аунатып, шетінен противенға сала береміз. Достар, біз бұл тауықтарымызды пеште пісіреміз. Сонымен достар, мен барлығын жасап алдым. Мен 2 порция жасадым, біреуін ашты қылдым, екіншісін ашты қылған жоқпын. Енді әркім өз пешіне байланысты 200 градуста 20 минут пісіреміз. Сонымен достар, біздің стрипсы дайын. Түрі тәбетті болмаса да өте дәмді, иісі мұрынды жарып тұр. Ең бастысы жұп-жұмсақ. Мінекей, ортасы бәрі толық піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кетчупқа батырып жесеңіздер өте дәмді. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.